Мына 9 белгі бауырға шылақ толғанын білдіреді. Бауырды шылақтан тазалау үшін арнайы ішетін дәрілер бар. Бауыр адам ағзасындағы ең маңызды мүше. Оның қызметін басқа ағза атқара алмайды. Егер бауырдың саулығы нашарласа, бүкіл ағзаңызды әлсіретеді. Алдымен тері нашарлайды, бетіңізге дақ басады, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Одан қалса, бойыңызды енжарлық билейді. Есіңізде болсын, бауыр бірден ауырмайды. Алдымен шылақ толады, уақытында тазаламасаңыз, соңы түрлі дертке алып келеді. Сондықтан да айықпас дерттің алдын алу үшін бауырды шылақтан тазартыңыз. Ал бауырға шылақ жиналғанын мына белгілер арқылы білуге болады. Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, менің каналымды қолдап отырыңыздар. Тіліңіз ісініп, қызыл күрең түске боялады. Алақаныңыз қызарады, көздің ағы сарғаяды, саусақтардың еркін бүгіліп жазылуы қиындайды, қабақ ісінеді, ер кісілерде шаш түсе бастайды. Жалпы бауыр қанды фильтрден өткізетін сүзгі, ол ағзаға қажетсіз шылақты қан арқылы тазалайды, әрі көмір су мен майдың түзілуіне ықпал етеді. Оған қоса ағзаны А, Д, Е, К дәрумендерімен қамтиды. Бұл дәрумендер адамның физикалық қозғалысын жақсартып, қуаттандырады. Негізінде бауыр өзін-өзі тазарта алады, тек қана оған мүмкіндік беру керек. Егер тынымсыз тамақ жесеңіз, дәріні көп ішсеңіз, қозғалысыңыз аз болса, онда бауыр өз жұмысын ойдағыдай атқара алмайды. Бастысы бауырдың жұмысының жандануына жағдай жасауымыз керек. Бауырдың қызметін жақсарту үшін ұйқы, тамақ, қозғалыс маңызды рөл ойнайды. Егер мына 9 белгіні байқасаңыз, жедел түрде бауырды тазалау ісіне кірісіңіз. Біріншісі, несеп пен нәжістің түсі өзгерсе. Несеп пен нәжістің түсі мен иісі өзгерсе, онда сіздің ағзаңызда қандай да бір өзгерістер болып жатқанын білдіреді. Бұл өзгеріс несеп жолдарының, асқазан мен ішектің дұрыс жұмыс істемей жатқанын айғақтайды. Ең бастысы, бауырдың зардап шегіп жатқанын білдіреді. Егер дәреттің түсі тым ашық немесе тым қою болса, онда бауырда улы заттар бар деген сөз. Екіншісі, асқазан түйіліп ауырса. Асқазанның суықтап немесе түйіліп ауырсынуы бауырға шылақ толғанын білдіреді. Көп жағдайда бауырға отты заттар жиналса, асқазан ісініп, түйіліп ауыратын болады. Үшіншісі, тері тітіркенсе. Бауырға шылақ толғаннан тері тітіркенгіш болады. Бірден денеңіз қышып, бөртіп бастайды. Салдарынан тері қабынып құрғай бастайды. Мұның шешімін табу үшін ылғалдандыратын крем, маз жағамыз. Алайда терінің сыртын уақытша әдемілегенімен іште емдемейінше тері саулығын жақсарта алмайсыз. Төртіншісі, қыжыл. Қыжыл асқазан мен бауырдың саулығының нашарлағаннан пайда болады. Тамаққа тойып алған соң, кейбіреулерде қышқыл немесе тәтті тағам жеген кезде асқазаны қыжылдап мазалайды. Бұл бауырға шылақ жиналғанын білдіреді. Бесіншісі, іш өту. Іштің өтуіне бір емес бірнеше жағдайлар себеп болады. Соның бірі шылақ. Ол егер бауырға жиналса, онда ішіңізді өткізіп, несеп жолдарына кері әсерін тигізеді. Егер сіздің еш себепсіз ішіңіз өтсе, онда дереу бауырды тазалауды бастаңыз. Алтыншысы, үнемі шаршап жүрсеңіз. Бауыр шылаққа толған кезде қанды тазалау күші әлсірейді де, ағзаны оттегімен еркін қамтамасыз ете алмайды. Салдарынан адамның ойлау қабілеті мен физикалық белсенділігі төмендейді. Одан бөлек бойын бойкүйездік басып шаршап жүреді. Жетіншісі, тәбет төмендейді. Адамның кейде тамаққа тәбеті болмайды, есесіне тәттіден бас тартпайды. Ал егер сізде тамаққа да, тәттіге де, дәмді тағамдарға да тәбет жоғалса, онда оған белгілі бір себеп бар. Оның біреуі бауырға шылақ жиналған болуы мүмкін. Егер бауырға шылақ жиналса, онда тамақты қажет етпейді. Сегізіншісі, сұйықтықтың аздығы. Бұл көп жағдайда бүйрегі ауыратындарда кездеседі. Сұйықтықтың аздығынан өкше, аяқ, көз ісініп, бүйректің сыр бергенін білдіреді. Мұндай жағдай бауырға шылақ толғанда да көрініс береді екен. Ағзадағы сұйықтықтың аздығын арнайы сараптама жасатып, білудің керегі жоқ. Бар болғаны саусағыңызбен кез келген теріңізді бірнеше секунд басып тұрыңыз. Егер із қалса, онда ағзаның сұйықтық тапшылығына ұшырағанын білдіреді. Тоғызыншысы, терінің сарғаюы. Тері түсінің өзгеруі ағзадағы кері өзгерістердің әсерінен болады. Көп жағдайда бауыр ауруға шалдыққанда тері өзгеріп бастайды.
Оған билирубиннің көбеюі себеп болады. Сондықтан да бауырдың саулығын жақсарту арқылы бүкіл жанымыз бен тәніміздің саулығын жақсартады екенбіз. Бауырға зиянды заттар: физикалық қозғалыстың аздығы, алкогольді көп ішу, арықтау үшін химиялық қоспаларды ішу, майлы тағамға құмарлық, ауруды басатын дәрілер бауырға өте зиян. Бауырға пайдалы тағамдар: бауырдың саулығын жақсартып, уыттан тазартқыңыз келсе, ең алдымен тамақтану мәзіріңізді өзгертіңіз. 2 аптаға немесе 1 аптаға арнайы ас мәзірін, тамақтану уақытын белгілеңіз. Тұтынатын тағамның ішінде кәді, қызылша, асқабақ, гүлді қырыққабат, сәбіз, алмұрт шабдалы, банан, өрік, алма, бал, куркума, творог, жармадан дайындалған ботқа міндетті түрде болу керек. Оған қоса салмағыңызға қарай тиісті мөлшерде сұйықтық ішіңіз. Айталық 1 келіге 30 мг сұйықтық ішу маңызды. Жалпы бауырды шлактан тазалау үшін бұл ем тюбаж деп аталады. Бауырды шлактан, улы заттан тазалау үшін ала тікен, расторопша қажет. Ол үшін 1 шай қасық шөпті 1 стақан суға араластырып, отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді 1 ас қасықтан қабылдау керек. Мына шөптер жинағы өтті айдап бауырды тазалауға қабілеті өте керемет. Олар шайқурай, зверобой, жалбыз жапырағы, мята, алатікен жидегі, расторопша, салаубас гүлі, бессмертник, бөрі қарақат тамыры, барбарис, қайың жапырағы, итмұрын, шиповник. Міне, күнделікті осы шөптерді тұндырып ішетін болсаңыздар, өтті айдап бауырды тазалайтын болады.